Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 25-ші сабақта екі жиынның бірігуі және қиылысуы тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырмаға қарайық, сұрақтарға жауап бер. Кіші дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр дейді. Қарағы, екі дөңгелек тұр, ішінде де нүкте тұр, сыртында да нүкте тұр. Кіші дөңгелектің сыртында 8 нүкте жатыр. Өйткені үлкен дөңгелектің ішіндегі нүктелерде кіші дөңгелектің сыртындағы нүктелер болып саналады. Кіші және үлкен дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр дейді. Ол жерде екі нүкте ғана жатыр. Кіші мен үлкеннің сыртында. Енді айтады, үлкен дөңгелекте және кіші дөңгелекте неше нүкте жатыр дейді. Екеуінің қосылған жерінде неше нүкте жатыр дейді. Қосылған жерінде де екі нүкте жатыр. Екінші тапсырмаға қарайық. 3-ке және 4-ке бөлінген сандар жазылған қима қағаздардан екі сақинаны суреттегідей үстелдің бетіне қой, оның сол жағына 3-ке бөлінген сандар жиын, оң жағына 4-ке бөлінетін сандар жиыны жазылған қима қағаздарды орналастыр дейді. Бізге екі жиын берілген, қызыл және көк дөңгелек. Енді А-ға 3-ке бөлінетін сандарды, Б-ға 4-ке бөлінетін сандар жиынын жазамыз. Ал 3-ке де 4-ке де бөлінетін сандар болады ғой арасында. Ондай сандарды біз екі дөңгелектің қиылысқан жеріне орналастырамыз. Енді қарайық. 3-ке бөлінетін сандар қандай болуы мүмкін? 3, 9, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ал 4-ке бөлінетін сандар 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Енді 4-ке де 3-ке де бөлінетін қандай сандар? Ол 12 және 24 саны. Балалар, есімізде сақтайық, егер жиындар атауында және сөз қолданылса, онда оның әр элементі екі жиынның қиылысында, екі шеңбердің ортақ бөлігінде орналасуы тиіс. Жиындарының қиылысу белгісі мынандай болады. Егер жиындар атауында немесе сөзі қолданылса, онда оның әрбір элементі кез келген екі жиынның бірінде орналасуы мүмкін. Онда жиындардың бірігу белгісі жоғары қарап тұрады екен. Үшінші тапсырмада құстардың атауын оқыңдар, олар қай шеңберде орналасқан дейді. Құстар пингвин, түйеқұс, ұшатын тиын, көк шымшық, қарға және жарғанат дейді. Аңдардың атауын оқыңдар дейді. Түлкі және қасқыр. Олар қай шеңберде орналасқан? Олар қызыл шеңберде орналасқан. Ал құстар көк шеңберде орналасқан. Енді ұша алатын жануарлардың аты ұшатын тиын, қарға, шымшық, жарғанат. Олар екі жиынның ортасында қиылысқан жерінде орналасқан. Төртінші тапсырмада суретте жиын элементтерін тауып, дөңгелек фигура түрінде орналастыр. Фигура әр сөздің бірінші әріпін жаз дейді. Енді қараңдар, 3 бұрыш, дөңгелек, 4 бұрыш, комба барлығы берілген екен. Енді біз не дейміз? Дөңгелекті біз жануарлар жиыны деп атайық, дөңгелекті. Ал аңдар жиынының ішіне нені қоямыз? Түлкіні қоямыз, тік төртбұрышқа. Комбаға құстарды қоямыз. Құстарға не? Шағала жатады. Одан кейін барып балықтар, шаршыға балықтарды жазамыз. Қандай? Сазан. Және үш бұрышқа біз өсімдіктерді қоямыз. Өсімдіктерге не? Қарағай. Ал енді жануарлар дедік қой. Жануарлардың ішіне тағы не жазады? Керік жатады және құмырсқа. Осылай фигуралардың бірінші әріпін жазамыз. Бесінші тапсырмада сандарды оқы. 2, 47, 16, 8, 17, 32, 6, 53. Қиылысатын екі дөңгелек сыз, қызыл дөңгелек пен жұп сандар, ал көк дөңгелекте екі таңбалы сандар болады. Әр санды дөңгелектерге дұрыстап жаз. Екі таңбалы жұп сандар жазылатын бөлікті бояп көрсет дейді. Қараңдар, бұл жерде екі дөңгелек қызыл, жұп сандар көкке көп таңбалы сандар жазамыз. Енді жұп сандарға қандай сан жазамыз? 2, 8, 6 және де 16 мен 32-ні екеуінің қиылысқан жеріне жазамыз. Өйткені 16 мен 32 жұп санда және көп таңбалы екі санда. Енді 16 мен 32-ні қиылысатын жерге жаздық. Қалған екі таңбалы сандарды көк дөңгелекке жазамыз. 47, 17, 32-ні жаздық, 53.
6-шы тапсырмада есепті шығар дейді. Әлия 9 теңгеден 5 дәптер және 540 теңгеге қойын дәптер сатып алды. Ал Сырым 9 теңгеден 4 дәптер және 345 теңгеге альбом сатып алды. Олардың қайсысы көп және қанша ақша жұмсады дейді. Енді берілген жазып алайық. Әлия 9 теңгеден 5 дана қосу 540 теңге. Сырым 9 теңгеден 4 дана және 345 теңге. Енді қайсыны көп таңдағанын білу үшін олардың қанша теңге жұмсағанын білейік. Әлияны табайық. Алдымен 9-ды 5-ке көбейтеміз, 45, оған 540 қосамыз, 585 болады. Енді Сырым 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36, оған 345-ті қосамыз, 381 болады. Енді 585-тен 381-ді алайық, сонда 204 болады. Жауабы Әлия Сырымға қарағанда 204 теңге артық жұмсады. Енді 7-ші тапсырмадағы теңдеулерді шешейік. 27 бөлу А тең 5 қосылған 4. Алдымен 5-ті 4-ке қосып аламыз, 9 болады. Енді осы жерден А-ны табу үшін 27-ні 9-ға бөлеміз, сонда А-мыз 3 болады. Енді тексерейік. А-ның орнына 3-ті қоямыз, 27 бөлу 3 9 болады. 5-ке 9 қоссақ 9 болады. 100 алу Y тең 17 қосу 64. 100-ден бұл жерде Y табу үшін алдымен 17-ге 64-ті қосып аламыз, ол 81 болады. Енді Y табу үшін 100-ден 81-ті аламыз, сонда Y-іміз 19-ға тең екен. Енді тексерейік. 100-ден 19 алсақ 81, 17-ге 64 қоссақ 81. А көбейтілген 8 тең 15 қосылған 9. Алдымен 15 9-ға қосып аламыз, 24. Енді А-ны табу үшін 24-ті 8-ге бөлеміз, А-мыз 3-ке тең болды. Енді тексерейік. 3-ті 8-ге көбейтсек 24, 15-ке 9 қоссақ 24 болады. 8-ші тапсырмада дұрыс пікірді тап дейді. Дөңгелектің ортаңғы бөлігінде қызыл заттар немесе қызыл шарлар орналасқан дейді. Немесе деп тұр. Енді әге қарақ. Дөңгелектің ортағы бөлігінде қызыл және дөңгелек ойыншықтар орналасқан. Қайсы дұрыс деп ойлайсыңдар? Әрине, дұрыс. Дөңгелектің ортақ бөлігінде қызыл және дөңгелек ойыншықтар орналасқан. Енді астында сұраққа жауап бер дейді. Барлық ойыншықтар қанша? Санақ. Қанша ойыншық бар? Барлығын санасақ 11 ойыншық болады екен. Әде қызыл шарлар қанша дейді. 3 тал қызыл шар ғана тұр, Барлық шарлар қанша? Барлық шардың саны 7 шар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.